Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі пәнінен екінші сабақ ауызша және жазбаша сөйлеу тақырыбын өтеміз. Балалар, 5-ші жаттығуға назар аударайық. 5-ші жаттығу мәтінді түсініп оқы. Біздің еститін және айтатын сөзіміз ауызша сөйлеу деп аталады. Бұл дыбыс арқылы беріледі. Жазбаша сөйлеу жазылып берілетін хабар. Сөйлеудің бұл түрі бірден пайда болған жоқ. Алғашқыда адамдар айтқысы келген ойын суретпен бейнелеген. Мұндай суреттер ескі үңгір қабырғалары мен тастарда сақталған. Қазір жазу үшін әріптер және басқа да түрлі таңбалар пайдаланады. Балалар, енді сұрақтарға жауап берейікші. Ауызша сөйлеу дегеніміз не? Қалай ойлайсыңдар? Жақсы, дұрыс айтасыңдар. Ауызша сөйлеу дегеніміз біз еститін және айтатын сөздеріміздің барлығы ауызша сөйлеу дейді екенбіз, балалар. Келесі балалар, жазбаша сөйлеу дегенше. Дұрыс айтасыңдар. Жазбаша сөйлеу жазылып берілетін хабарды айтамыз. Енді балалар, осы сұрақтарды жалғастырып көріңдер және жауап беріңдер. Мысалы, дұрыс, алғашқыда адамдар айтқысы келгенін қалай білдірген деп сұрақ қойсақ болады. Балалар, алғашқыда адамдар айтқысы келгенін суретпен бейнелеп білдірген екен, балалар. Жақсы, келесі суреттегі бейнелер қайда сақталған деп сұрақ қойсақ болады, балалар. Қайда сақталған екен? Дұрыс айтасыңдар. Ескі үңгір қабырғаларында сақталған екен. Жақсы, балалар. Келесі балалар, осы мәтіннің алғашқы бөлігін көшіріп жазыңдар. Алғашқы бөлігі, балалар, біздің еститін және айтатын сөзіміз ауызша сөйлеу деп аталады. Бұл дыбыс арқылы беріледі. Яғни осы екі сөйлемді дәптерімізге әдемі көркем етіп жазып аламыз. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Жазып болсақ, 6-шы жаттығуға қарайық. 6-шы жаттығу. Суреттегі заттар арқылы сөйлеудің қай түрі жүзеге асады? Сыныптас досыңмен бірге талқыла. Бала, суретте нені көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар. Теледидар және компьютерді көріп тұрмыз, балалар. Олай болса, балалар, компьютермен жұмыс істеу нұсқаулығын толықтырып жаз делінген. Ал бірінші нұсқаулық бізде экранға жақын отырма. Компьютерге жақын отыруға болмайды, балалар. Қисаймай тік отыр. Тағы да қалай құрастырсақ болады? Қалай ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Дымқыл қолмен немесе суық қолмен компьютерді ұстама. Тағы да қалай құрастырсақ болады? Жақсы. Компьютердің үстіне бөгде заттарды қойма. Балалар, енді осы нұсқаулықтарды дәптерімізге жазамыз. Жақсы, жарайсыңдар. Олай болса, келесі жаттығуға қарайық. 7-ші жаттығу. Жұмбақтар мен шешуіндегі заттарды сәйкестендір. Ал олай болса, жұмбақтарды оқиық. Сөзі дана, үні жоқ, сөйлемейді, тілі жоқ. Қолыңа алсаң шешең, ақылы асқан көсем, ол не деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Ол кітап. Келесі балалар, әрі шешең, әрі әнші, әрі күйші, әр үйде бар. Тапқышым, кәне білші, ол не деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Ол радио, балалар. Енді балалар, өздерің қимыл мен ишара арқылы жұмбақ жасырып көріңдерші. Жақсы, жарайсыңдар. Енді балалар, жұмбақтардың шешуіндегі сөздер сөйлеудің қай түріне жататынын анықта.
бұл сөздермен екі сөйлем құрап жаз. Балалар, радио сөйлеудің қай түріне жатады деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Ауызша сөйлеуге жатады, балалар. Ал кітап ше? Дұрыс айтасыңдар. Жазбаша сөйлеуге жатады, жақсы. Енді балалар, осы сөздермен екі сөйлем құрап жазайық. Арман радио тыңдап отыр, Асқар қызықты кітап оқып отыр деген секілді сөйлемдер құрастырып жазсаңдар болады. Олай болса, 8-ші жаттығуға қарайық. 8-ші жаттығу. Суреттегі заттардың алғашқы әріптерінен сандардың реті бойынша сөз шығарып айт дейді. Балалар, қандай заттарды көріп тұрмыз? Бірінші не? Жүзім. Жүзімнің алғашқы әрпі Ж, келесі алма, алғашқы әрпі А, келесі зымыран, алғашқы әрпі З, келесі балық, алғашқы әрпі Б. 5-ші қандай зат көріп тұрмыз? Алмұрт, алғашқы әрпі А, дұрыс. Келесі шана, алғашқы әрпі Ш, соңғы зат ол ананас, алғашқы әрпі А. Сонымен балалар, қандай сөз шықты? Жазбаша деген сөз шықты. Жақсы, жарайсыңдар. Енді балалар, ауызша сөзін осы тәрізді суреттердің көмегімен құрастырып көріңдер. Мысалы, А деген әріптен басталатын бір затты жазуымыз керек. Мысалы, алма, келесі уық, ыдыс, зымыран, шаңырақ, асық десек болады, балалар. Жақсы, жарайсыңдар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Каналға жазылып, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаймыз. Сау болыңдар, балалар.